вообще кәсіпкермін ба, барлығын дұрыс істеп жүрмін ба деген ой маза бермейтін. Проблемалар болса ғана шешемін, бірақ алдын ала ойланбаймын. Алдағы 5 жылдыққа, 10 жылдыққа миллион тапқысы келеді, 2 миллион, 5 миллион деген сияқты да. Ал именно Бипродан кейін дәл қазір не істеп жатқаныңды білесің, не үшін жасап жатқаныңды білесің. Неше түрлі коучтар болсын, эксперттер болсын бар, бірақ ешкім осы уақытқа дейін бұндай жөнін маған айтпаған. Неге мен 2 жыл бұрын бастамадым мына сабақты деген ше. Мынаны бүкіл кәсіпкер білсе, қиналмас еді деген ой келген сол кезде. Есімім Асимай, Шымкент жақтың тумасымын. Жасым 22-де. Алтын қалам редакциясы біз мұғалімдердің аттестацияға қажетті документтерін жинап береміз. Бипро жобасына ең бірінші команданы жүйелеу, одан кейін кәсіпті жүйелеу и масштабқа шығу. Түсінем, команда жүйеленбей, кәсіп жүйеленбейтінін, бірақ дәл қажет уақытта қажет білімді алдым деп ойлаймын. Партнерім келіп ұсынды. Мен де осындай жағдайдан өттім, осындай білім алдым, осындай пайдасын көріп жатырмын деген кезде, бұндай проблемалар менде де бар ғой дедім. Мен қазір шешіп алсам, онда мен алдыға мақсатыма тез жылжимын деген ой болды. Сразу есен күн ертесіне шешім қабылдап, сіздерге келіп, консультация алып, сразу сабақты бастап кеткен болатынмын. Болды сенімсіздік, өзіме болды. Мен осы жолдан дұрыс жүріп өте аламын ба деген кішкене қорқыныш болды. Кейстарыңызды қарадым, инстаграмдарыңызды бір қарап шыққан кезде, Кеуа мырзаны да былай сыртынан таниды екенмін, қатты білмесем де, бірақ уже кейстарды бір көрген кезде, тем более жақын адам айтқаннан кейін 100% сенімді болдым деп айта аламын. Алғашқы бөлімнің бір 3-4 сабағынан ақтап тастады деп айта аламын. Ең үлкен нәрсе қарым-қатынас екенін түсіндім мен, командамен, мамандармен деген сияқты. Соның өзі көп кәсіпкердің үлкен проблемасын шешіп береді негізінде. Қызметкерлермен дұрыс қарым-қатынас шеңберін орнату. Мынаны бүкіл кәсіпкер білсе, қиналмас еді деген ой келген сол кезде. Сотрудниктердің айлығын уақытылы бердім ба, бүгін қандай задача беруім керек оларға, қандай задачаларын қабылдап алуым керек, мен вообще кәсіпкермін ба, барлығын дұрыс істеп жүрмін ба деген ой маза бермейтін. Өрт сөндірумен айналысып жүрмін, проблемалар болса ғана шешемін, бірақ алдын ала ойланбаймын. Алдағы 5 жылдыққа, 10 жылдыққа кәсібімнің қай деңгейге жеткізетінді ойланбаған Асимай болдым. Ал именно Бипродан кейін қазіргі проблемаларды шешуге, өрт болмай тұрып шешуге тырысамын. Сабақтан кейін алдыға жылжып ойлана алдым ғой. 5 жылға, 10 жылға деген сияқты уже қазіргі мысалға командаға қабылдайтын бір маманның өзі менің кәсібімнің алдағы 5 жылдығын шешіп береді деген түсінік қалыптасқан кезде, уже мен әр маманға басқаша қарай бастадым и өзіме үлкен жауапкершілік алдым. Барлық сабақтан мен айтпаймын, қазір бүкіл практиканы жасап қойдым деп, өйткені оған 1-2 жыл уақыт кетеді, бірақ уже мида барлығы түсінікті болған кезде, кене бір жүрекке тыныштық келгенде болды. Дәл қазір не істеп жатқаныңды білесің, не үшін жасап жатқаныңды білесің. Ең үлкен нәрсе қажет кәсіпкерге тыныштық деп ойлаймын. Именно жүрегінің тыныштығы. Ішіндегі ең үлкен уайымы не үшін кәсіпкер болып жүрген түсіну үшін өту керек деп ойлаймын. Адам уже не үшін өмір сүріп жүрген білсе жеткілікті ғой, негізі өміріне мағына келеді деген сияқты. Сол сияқты біздің жасаған кәсібімізге негізі мағына жетіспейді екен. Мағына жетіспегеннен кейін біз үлкен миссиялар атқара алмаймыз, адамдарға көмектесе алмаймыз, пайдалы бола алмаймыз қоғамға деген сияқты. Егер де мен таныс кәсіпкерлерім Бипро жобасынан өтетін болса, білмеймін, Қазақстанның кәсібі дамитын сияқты ой келеді, өйткені миссия бәрібір ауысады басқа нәрсеге. Өз пайдаңды уже ысырып қоясың. И басқа миссиялар пайда болады. Осы жерде мойындау керек, бастан аяқ уақытымен бітірген алғашқы курсым деп те айта аламын. Именно Бипроның бергені тұрақтылық, сапалы білім. Басында ой болатын, онлайн ғой, қалай болады деген сияқты, бірақ офлайннан кем емес. Бастысы онлайн офлайнда емес, бастысы болып жатқан проблемаңды көре алуда ғой сабақ арқылы. Барлығы жүйелі уақытымен сапалы алынған білім болды деп айта аламын. Всегда текучка болады ғой, ОП болсын, басқа бөлімдер, өндіріс бөлімі болсын. Ол нәрсені сразу бірінші практикам сол болды негізі, найм жүйесін реттеу. И қазір проблемамды шешіп жатыр. Өйткені бір маманның қабылдауының өзін ұзақтығын көрген кезде, мен кәдімгідей ұзақ уақыт екен ғой деген ой болды сабақ барысында. Ал уже практика қолданып бастаған кезде, уже сенімді аламын ғой ол маман жұмысқа. И уже ертең оған да задача берген кезде, тапсырма орнатқан кезде мен қиналмаймын. Өйткені бұл жүйеден мен өтіп қойғам деген сияқты сенімділік болады. Осы айтылған, қамтылған білімді әрбір кәсіпкер оқыса екен деген бір жанашырлық тілегім бар барлық кәсіпкерге. Өйткені шынымен барлық кәсіпкер өрт сөндірумен айналысып жүр ғой. Проблема болса жүгіреді, уайымдайды, қашан шешілетінін білмейді, қалай жүргізетінін білмейді. Тем более дәл қазір жас кәсіпкерлер өте көбейіп келе жатыр. Миллион тапқысы келеді, 2 миллион, 5 миллион деген сияқты да. Бірақ ол нәрсені қалай тұрақты ұстап тұруды, қалай ары қарай көбейтуді білмейді. Неше түрлі коучтар болсын, эксперттер болсын бар, бірақ ешкім осы уақытқа дейін бұндай жөнін маған айтпаған. И мен осы жүйе сабағынан өткеннен кейін мен мынандай сөзім болған кураторларға.
неге мен 2 жыл бұрын бастамадым мына сабақты дегенше. Сол кезде мен дәл қазір операционкадан шығатын едім. Күшті кәсіпкер болып жүретін едім деп. Бірақ айтады да, сізде 2 жылдық опыт бар ғой, бәрібір. Зато сіз қуаныңыз, что 2 жылға артқа қайтасыз деп ше. Тура уақытына келген сияқтымын. 2 жыл опыттың өзінде мен көп нәрсе түсіндім. Ары қарай зато мен уақытым жоғалтпаймын. Ең күшті энергиям тасып тұрған шақта операционкадан шыға аламын деген сенімділік болды. Басқа кәсіпкерлерге үндеп айтқым келеді. Барлық кәсіпкерлер осы Бипроның жасап берген, үлкен бір қамтып берген білімін алып шықса, бар жоғы 1,5 ай ғана уақыт кетеді, бірақ 1,5 ай сіздің қанша уақытыңызды үнемдеп қысқартып береді. Сол үшін командаңызда проблема болып жатса, табысыңыз тұрақсыз болып жатса, онда ең бірінші жүйе қалыптастыруды осы Бипродан үйрену керек деп айта аламын.